Қош Рамазан досым, қайран, қарулас жолдасым. Сәуірбек Бақбергенов «Алтын күрек» романының үзінді. Жаудың бізді қоршауға алып, жойып жібермек болған жойқын шайқасынан кейін Рамазанның қаза болғанын таңертең ғана естідім. Тау бөктеріндегі борсықтың жаңа шыққан топырағындай әр жерде томпайып қабірлер қала берді. Соның бірі арамыздағы әнші, сазгер, дивизия жауынгерлерінің жолдасын айналған Рамазан қабірі. Жұрт топырақ сап жатқанда қайдан бойыма сап ете қалғанын білмеймін. Планшеткамнан бір парақ қағазды суырып алдым да өлең жаздым. Жазарымды жазсам да, оны не істерімді білмей аңырып қалдым. Қайтсем екен, шинелінің қалтасына салсам екен, жоқ әлде туған еліне хат қылып жолдасам екен. Әлде не де болса өзімен бірге қабірге тастайын деп шештім. Ардақты әншіға, саған туған жердің де топырағы бұйырмады-ау. Сен туған көкшедегі өскен ақ қайыңның жапырағындай болып, мына бір шумақ өлең мен жапырақ өзіңмен бірге қалсын деп, әлі де беті жабылмаған қабірдің ішіне лақтырып жіберді. Төрт бүктелгенде ақ қағаз жас сәбидің алақанындай болып, күзгі ағаштан үзіліп түскен жапырағындай тәттілеп ойнап, сусылдап барып өлген солдаттың кеудесіне түсті. Көзіме жас келді. Көз жасымды көрсеткім келмей, теріс айнала бердім. Гүрс етіп оған ұрды. Әлдекім ракетасыдан атқан оғы тым жоғарыға жарқырап, біраз тұрды да тым биікте сөнді. Біз қабірлерді асығыс көрдік те батысқа қарай жол тарттық. Түнімен бір шумақ өлеңім маза бермей, қайтадан құрастыруға бел болдым. Не де болса, Пушкин тауында туған өлеңді Абай сазымен, Татьяна әнімен бұлай деп орындадым. Хабарсыз кетті дей көрме, өлді ол Пушкин тауында, атақсыз кетті дей көрме, кеткен жоқ кегі жауында. Хабарсыз кетті дей көрме, жүректен тиген жалу зор, атақсыз кетті дей көрме, қапыда босқа өлген жоқ. Хабарсыз кетті дей көрме, одан жаман ат болмас, атақсыз кетті дей көрме, одан өткен дат болмас. Хабарсыз кетті дей көрме, бір кеткен соң ол келмес, атақсыз кетті дей көрме, ер жігіттің аты өлмес. Хабарсыз кетті дей көрме, кеткен жоқ кегі жауында, атақсыз кетті дей көрме, өлді ол Пушкин тауында. Ол бес шумақ, 20 жол деген менің майдандағы тұңғыш творчеством болғасын ба, әрі қызық, әрі тапқыр сияқты туынды. Қой, мен оны ұмытпай тұрғанымда таза параққа көшір болар.